Сәлем достар, бүгін сіздерге пельмендерді қалай езілмей дәмді болып шығатын рецептін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстіне жарты пилай кішкене ғана жылы суымызды құятын боламыз. Оның үстіне тұзды қосып, онда алдын ала електен өткізіп, ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде қатты болып иленуі қажет. Ал енді кезекте ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Пиязды жақсылап езіп алатын боламыз. Мен блендермен еземін. Сіздерде үкіштен өткізіп езіп алсаңыздар да болады. Енді пиязымызды бөлек ыдысқа салып, оны жақсылап езіп, суын шығарып алатын боламыз. Енді біз тартылған етімізді аламыз. Мен сиырдың етін пайдаландым. Енді пиязды жақсылап сығып, суын бөлек алып аламыз. Өйткені бізде егер суын сырғытып алмайтын болсақ, біздің қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Пияздың суын шығарып, біз құрғатып аламыз. Құрғатып алып, сосын барып пайдаланамыз. Енді тартылған етімізбен пиязымызды араластырып, үстіне тоз бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біз қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды да осылай бірінші кішкене қолымызбен үлкейтіп аламыз. Кейін барып оқтаумен жаятын боламыз. Егер оқтауды біз бірінші ортасынан бастап үстінен қатты басатын болсақ, біздің қамырымыз тез жайылатын болады. Қамырымызды біз міндетті түрде жұқа етіп жаюымыз қажет. Қамыр піскен кезде ол ісінеді. Міне достар, біз қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алдық. Енді оны видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Енді әрбір бөлікке бөлінген қамырларымызды жайып, ішіне кішкене қасықпен етімізді сала отырып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығатын боламыз. Біз пельмендерімізді түйіп жатқан кезде, оны шет-шетін жақсылап басып шығуымыз керек. Өйткені біздің қамырымыз піскен кезде ол ашылып кетуі мүмкін. Не достар, біз пельмендеріміздің барлығын әдемілеп түйіп алдық. Енді оны қазанға саламыз. Мен сорпасын, пияз, картоп, сәбізді жақсылап қордым және қызарту үшін қызанақты қостым. Сосын дәміне қарай тұз бұрышты салып қайнаттым. Біз пельмендерімізді суда қатты қайнатпауымыз қажет. Егер де біз оны қатты қайнататын болсақ, біздің пельмендеріміз ашылып кетуі мүмкін. Міне достар, біздің пельмендеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай да езілмей жыртылмайды. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.